Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Егер осы хабарды толық білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Қазгидромет РМК Қазақстан аумақтарында 24 шілдеде болатын қауіпті метеорологиялық құбылыстарға болжамын жариялады. Атмосфералық фронталды бөлімдердің өтуіне байланысты еліміздің басым бөлігінде тұрақсыз ауа райы сақталады. Найзағайда жаңбыр, батыста қатты жаңбыр жауады. Тек еліміздің оңтүстігінде, шығысында және орталығында көбінесе жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Республика бойынша желдің күшеюі, түнде және таңертең солтүстікте тұман күтіледі. Күндіз Жамбыл, Маңғыстау, Атырау, Қызылорда, Түркістан, Алматы, Қарағанды, Жетісу, Абай облыстарында, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан облыстарының оңтүстігінде 35-43 градус қатты ыстық күтіледі. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.